Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз борщ дайындаймыз. Әуелі кастрюлемізге мұздай суды құйып алып, етіміз салдық, тұзымыз салдық. Енді бетін жауып қайнауға қоямыз. Қайнаған соң етін сүзіп алып, картоп саламыз, капуста саламыз. Бір сағат қайнаған соң осын туралған етімізді бетіне саламыз. Енді бөлек сковородкаға қызып тұрған майға жуамыз салып қуырып аламыз. Үстіне сәбізді теркадан өткізіп қосамыз. Свекламызды қосамыз. Кішкене тұз сеуіп, бетін жауып 10 минут қуырып аламыз. Қуырып болған соң борщқа қосамыз. Осымен біздің қып-қызыл борщымыз дайын. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.